2024 жылы 4 желтоқсан күні Талғат алкогольдік мастан күйде Атырау қаласы Махамбет көшесінде орналасқан пәтерде өзінің заңды некедегі жолдасы Зереге сыйламаушылық көрсетіп, былапыт сөйлеп, кикілжің кезінде ыдыс-аяқ сындырып, оның тыныштығын бұзды. Бұл жағдай бірнеше рет қайталана берген соң, Зеренің сабыры таусылып, 102-ге звондап, полиция қызметкерлерін шақырудан басқа амалы қалмады. Полиция қызметкері мен Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 73-ші бапты іс қарау барысында судья-медиатор екі жақты ымыраға келтіріп татуластырды. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73-ші бабы 1-ші бөлігімен басталған іс тараптардың татуласуына байланысты тоқтатылсын. Ауыл көшмесі табыс етілген күннен бастап 10 тәулік ішінде Атырау сотына шағым апелляциялық шығарып келтіру мүмкін. Бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған сотына Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 73-ші бабы, яғни отбасы тұрмыстық қатынастар аясында құқыққа қарсы әрекеттер бойынша тоқтала кетсем, өткен жылмен салыстырғанда биыл 1000 іске артқан. Биылғы жылы осы баппен 2750 әкімшілік құқық бұзушылық туралы іске түссе, оның ішінен 1186 іс медиация тәртібімен татуласу арқылы қысқартылған, 768 іс ескерту жазасы мен 57 іске айыппұл жазасы, 611 іске қамау жазасы берілген. Отбасы тұрмыстық қатынастар аясында құқыққа қарсы әрекеттер, яғни 73-ші бабымен қаралып аяқталған істердің басым бөлігі жәбірленушінің құқық бұзушы тұлғамен татуласуына байланысты тоқтатылады. Іс қарау барысында судья-медиаторлар екі жақты ымыраға келтіріп татуластырады.